Әйелдердің көбінің жүктілік кезінде белі ауырады. Бұл ауру қалыпты жағдай болуы да, сондай-ақ тез арада дәрігерге қаралуға себеп болуы да мүмкін. Сондықтан белдің ауруының себептерін нақты анықтап алу керек. Жүктілік әйел өміріндегі ең бақытты әрі сақ жүруді қажет ететін ерекше кезең. Сондықтан кез келген жайсыздық үлкен мазасыздыққа себепші болады. Ағза адамның дүниеге келуіне дайындалып, біршама өзгере бастайды. Ал бұл өз кезегінде болашақ ананың денсаулығына елеулі әсер етеді. Бел ауырса не істеу керек? Мұндай шағым туындауының себебі көп екенін ескерсек, бел ауырған жағдайда дәрігермен кеңескен дұрыс. Жыныс мүшесінен қоңыр немесе қан аралас бөлініс шығуы, демалғаннан кейін де бәсеңдемейтін бел ауруы, дене қызуының көтерілуі, шап пен аяқтағы ауырсынудың үдеуі тез арада дәрігерге қаралуға себеп болады. Көп адам жүктіліктің 10-12 аптасында өзгерістердің аз болатыны соншалық ештеңе жайсыздық тудырмауы керек деп санайды. Іш әлі кішкентай болғандықтан белге ауыртпалық түспеу керек. Бірақ мұндай ой шынайы жағдайға сәйкес келе бермейді. Себебі жүктіліктің бірінші аптасынан бастап ағзада ішкі өзгерістер басталады. Бірінші триместр. Жүктіліктің алғашқы 12 аптасында бел ауруының жиі кездесетін себептеріне мыналар жатады. Бірінші, бүйрек ауруы. Әсіресе жүкті әйелдерді цистит пен пиелонефрит мазалайды. Уролог немесе нефрологқа шұғыл жүгінуге белдегі ауырсыну, жиі зәр шығару, кіші дәретке барғанда ауырсыну, дене қызуының көтерілуі, қалтырау және әлсіздік себеп болады. Екінші, жатырдың жоғарғы тонусы. Бұл белдің құрсауланып ауруы, іштің кебуі арқылы байқалады. Жатырдың аздап жиырылуы ауру болып саналмайды. Себебі жатырдың ең күшті қабаты бұлшық еттен құралған. Алайда физикалық жүктемеден туындайтын қарапайым тонусты түсік тастау алдындағы симптомнан ажырата білу керек. Үшінші, қимыл тірек аппараты ауруының асқынуы, радикулит, остеохондроз, омыртқа жарығы. Егер анамнез кезінде осы тектес проблема болса, онда олар жүктілік кезінде асқынуы әбден мүмкін. Алайда шамадан тыс мазасызданбаған жөн, себебі дәрігер тиімді терапия тағайындау арқылы жағдайды оңтайландыра алады. Келесі, гормонды өзгеріс. Жүктілік кезінде релаксин гормонының деңгейі біртіндеп арта береді де, бұл омыртқа буындары қозғалғыштығының артуына және сіңірлердің босауына алып келеді. Бұл жағдайда белдегі ауырсыну ұзақ серуен, ыңғайсыз жатып ұйықтағаннан немесе компьютер алдында ұзақ отырғаннан кейін пайда болады. Бесіншісі, жаңа түзілістер, яғни омыртқада қатерлі ісіктің пайда болуы ауырсынуды және жайсыздықты тудырады. Ағзада болып жатқан гормонды өзгерістер салдарынан жаңа түзілістер қарқынды түрде ұлғайып, ауру тудыруы мүмкін. Егер ерте жүктілік кезінде ауырсыну қарқыны артса немесе толғақ тәрізді сипатта болса, сондай-ақ қан аралас бөлініс пайда болса, онда тез арада дәрігерге қаралу керек. Осы тектес симптомдар жатырдан тыс жүктілік белгісі болуы мүмкін. Мұндай жағдайда уақыт жоғалтпау маңызды. Жүктіліктің соңғы мерзімінде неге бел ауырады? Екінші және үшінші триместрде ана ағзасына түсетін жүктеме айтарлықтай артады да, бұл жайсыздық туындауына және созылмалы аурулардың асқынуына себеп болады. Екінші триместр кезінде де белдегі ауырсыну бірінші триместрдегі сипатта өтеді. Дегенмен ішкі органдардың ығысуын ерекше атап өткен жөн. Өсіп жатқан нәрестеге ананың ішінде көбірек орын қажет болады. Бұл омыртқаға қосымша жүк түсіріп, ауырсыну тудыруы мүмкін. Үшінші триместр, жүктіліктің соңғы триместрі, ең күрделі әрі ауыр болып саналады. Алайда кішкентай сәбиді жақын уақытта қолыма аламын деген үміт болашақ аналарға бұл ауыртпалыққа қарсы тұруға күш береді. Бұл уақытта белдегі ауырсынуға мыналар себеп болады. Кальций жетіспеушілігі. Бала көп құнарлы зат пен дәруменді қажет ететіндіктен болашақ ана дұрыс тамақтанбаса, онда оның ағзасында кальций жетіспеушілігі туындайды. Бұл өте қауіпті жағдай, себебі кальций жетіспеушілігі сүйектің жұмсаруына алып келуі мүмкін. Тиісті шара қабылданбаса, симфизит пайда болып қалу қаупі жоғары. Жалған толғақ. Іш қатайып, бел ауырып, сырқырай түседі. Ағза бала тууға дайындалып жатқандықтан, бұл қалыпты құбылыс болып саналады. Жалған толғақты шынайы толғақтан оңай ажыратуға болады. Жалған толғақ кез келген уақытта ретсіз туындайды әрі біркелкі болмайды. Келесі, бүйректің шаншып ауруы. Соңғы аптада бүйрекке үлкен жүк түседі.
Бұл жағдай тек қана пиелонефритке ғана емес, сондай-ақ бүйректің шаншып ауруына алып келуі мүмкін. Гормоналды өзгерістер салдарынан жүкті әйелдердің көбінде зат алмасу бұзылып, бүйректе тас пайда болады. Мұндай тас кез келген уақытта шығып, зар шығу жолында тіреліп қалуы ықтимал. Келесі неврологиялық проблемалар. Ішкі органдарға орын жетіспей, олар бірін-бірі қысып, омыртқа бүгілуі айтарлықтай арта түседі. Мұның барлығы жүйкенің қысылып қалуына алып келуі мүмкін. Соның салдарынан бел мен жамбас бөлігінде ауырсыну туындайды. Босану белгілері. 36-37 аптаға қарай сәбидің басы біртіндеп төмен қарай түсіп, босану процесіне дайындық басталады. Болашақ ананың жамбас сүйектері кеңейіп, бұл жайсыздық тудырады. Біз жүктілік кезінде бел ауруының себептерін айттық, ал енді бел ауырған кезде не істеу керек? Беліңіз қатты ауырып, күмәнданатын болсаңыз, ең алдымен дәрігермен кеңесу керек. Дәрігер сізге кіші жамбасты ультрадыбысты тексеруден өткізу керектігін, немесе бүйректі ультрадыбысты тексеруден, яғни УЗИ-ге түсіру керектігін айтады. Егер осы тексерістерден өтіп, оң нәтиже шықпаса, дәрігер сіздің денсаулығыңыздан күмәнданатын болса, сізді компьютер томографиясына жібереді. Емдеу шарасы диагнозға байланысты болады. Мысалы, пиелонефритті әдетте антибиотиктермен емдейді, бірақ ана мен бала үшін қауіпсіз препарат белгілеу қажет. Остеохондрозды емдеу үшін массаж бен арнайы жақпа майлар тағайындалады. Гипертонус құрамында магний бар препараттардың көмегімен емделеді. Сіздерге жүктілік кезінде белдегі ауырсынудың себептерін айттық және не істеу керектігі туралы айттық. Егер де жас ана болатын болсаңыздар, бірінші рет ана атанайын деп тұрсаңыздар, ең дұрысы жүктілік кезінде белдегі ауырсынудың алдын алу, яғни белді ауыртып, жаныңызға маза бермейтіндей дәрежеге жеткізбеу үшін белдегі ауырсынудың алдын алыңыз. Ол үшін сіздерге келесі кеңестер таптырмайды. Бірінші, дұрыс тамақтаныңыз. Мейлінше көп көкөніс пен жеміс, майлы емес ет пен балық жеңіз. Рационда міндетті түрде сүт өнімдері мен жармалар болу керек. Морс, шірін ішіңіз. Жұмыс кезінде негізгі тамақтанулар арасында аздап жеңіл ас ішіп, тамақтану режимін ұстаныңыз. Қолайлы киім мен аяқ киім киіңіз. Биік өкшелі аяқтан бас тартқан дұрыс, себебі омыртқаға түскен жүктеме онсыз да аз емес. Ауыр көтермеңіз. Бұл жатыр тонусын тудыруы мүмкін. Сонымен қатар, босануға дейінгі бандаж тағу туралы дәрігермен кеңесіңіз. Жүкті әйелдердің көбі үшін бандаж тағу, серуендеу, жұмыс істеу, ас әзірлеу, дүкен аралау сынды қалыпты тіршілікті біршама жеңілдетеді. Белсенді өмір салтын ұстаныңыз. Гимнастика, йогамен айналысыңыз. Таза ауада жиі серуендеуге тырысыңыз. Немесе ютубтан жүктілерге арналған жаттығуды жасасаңыз да болады. Жүкті әйелдерге арналған жастық сатып алыңыз, немесе ыңғайлы матрас қолданыңыз. Ұйқы кезінде жайлылыққа баса мән беріңіз. Себебі жүктілік кезінде ыңғайсыз жатып қалсаңыз, бүйрекке артық жүктеме түсіп кетуінен де бүйрегіңіз ауырып қалуы мүмкін. Экранда көрініп тұрған видеода сіз босанған соң ішіңізді қалай дұрыс байлау керектігі туралы. Жалпы бүгінгі шығарған видеомыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Балаңызды аман-есен дүниеге алып келіп, бауыңызға басуды нәсіп етсін деген тілек білдіре отырып, арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Әпке-сіңлілеріңізбен, жақын құрбы-құрдастарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыздар. Және алдағы уақытта аналар мектебі YouTube арнасынан пайдалы ақпараттар және әсерлі әңгімелер, түрлі лайфхактармен бөлісетін боламыз. Арнаға тіркеліп алыңыз. Аман сау болыңыздар. Келесі видеода жолыққанша.